Міне сізге бір ой. Біз үйреніп қалған бақыт гормоны дофамин шын мәнісінде бізді бақытсыз етеді. Біздің миымыз біздің бақытсыз болғанымызды қалайды. Сіз, Зак, сен не деп кеттің дейтін шығарсыз, бірақ мен оны қазір сізге дәлелдеймін. Сиддхартха Гаутама есімді жігіт есіңізде бар ма? Бірақ біз оны Будда ретінде көбірек танимыз. Бір сәтте ол адамдардан, сіз бен бізден, дәлірек айтсақ, біздің табиғатымыздан көңілі қалды. Барлық жерде қорқынышты теңсіздік бар. Кейбіреулердің ақшалары көп, ал басқаларында ештеңе жоқ. Бірақ одан да қызығы, тіпті бай, алтынмен шомылатындарда кедейлер сияқты бақытсыз. Қалтасында мыс монетасы бар, ол 1000 монетаны армандайды. Кімде 1000 бар, 10.000 алғысы келеді. Кімде 10.000 болса, миллионды қалайды. Кез келген тілектің қанағаттандырылуы одан да үлкен тілекке әкеледі. Адамға азап шегі тән, деп қорытындылады Будда. Кез келген тілектің қанағаттандырылуы одан да үлкен тілекке алып келеді. Адамға азап шегі тән, деп қорытындылады Будда. Бүгін біз Freedom Bankпен бірге дофамин қалай әрекет ететінін анықтайтын боламыз. Осылайша ғылыми тұрғыдан алғанда рахаттану күтпеген жерден асып түсетін нәрседен туындайды. Кафеде стейк көрдік дейді. Өте қымбат стейк. Міне біз оны күнде жейміз деп армандап жүреміз. Сәл уақыттан кейін біз ол стейкті өзімізге рұқсат ете аламыз. Бұл кенеттен берілген тосын сый, майлы стейк біздің дофаминнің бөлінуімен сәйкес келеді. Алайда бірнеше қайталаудан кейін бұл стейк өзінің тосын сый эффектісін жоғалтып алады да дофамин бөлінуін тоқтатады. Әр кезде әрбір бұл стейкті жеген сайын бізге бұл басындағыдай таңғаларлық жайт болмайды. Мұның өзі әрине өкінішті, бірақ төзуге тұрарлық. Ең жаманы бір кездері біз үшін тосын сый болған, бірақ қазір біз күтіп қабылдауға дайын отырған марапатымыз түспесе, дофамин деңгейі төмендейді, және біздің өзімізді жақсы көру сезіміміз де жоғалып кетеді. Жалпы алғанда Будда нені дұрыс айтты? Рахаттану тілекті тудырады, ал тілек азапты тудырады. Сыйақы жүйесінің мәні бізді бақытты ету емес, керісінше бізді қанағаттандырмау. Мұндай сұмдық жүйе не үшін қажет болуы мүмкін? Өйткені ол бізді алға дамуға мәжбүрлейді. Біздің ата-бабаларымызға тосын сыйды еске түсіретін жүйе қажет болды, ал дофамин бұл рөлге бейімделді. Ол тосын сыйды дәметуге айналдырды. Ежелгі жануарларды жағымды тосын сыйлармен қанағаттануға мүмкіндігі болмады. Кез келген тамақ ертең немесе кеш аяқталды. Кез келген орта ерте ме кеш пе өзгереді. Эволюцияда дофаминдері үнемі жетпегендер ғана жеңістікке жетті. Яғни жағымды естеліктермен қиналғандар. Өйткені олар ешқашан бір орында тұрмады. Соның арқасында көп нәрсеге қол жеткізді. Демек, ежелгі адамдардан бізге осындай схема қалған болса, онда ары қарай даму үшін және бақытқа ұмтылу үшін бізге бақытсыз болу керек. Дәл солай біз қазіргі заманға тап болдық, бірақ дофамин әлі де өз жұмысын жалғастыруда. Ол әлі бізді ынталандырады. Тек аңшылыққа шабыт ашатын нәрселер ол соңғы үлгідегі телефон, Kanye West'тікіндей аяқ киім және Кардашьяндікіндей сөмке. Механика сол қалпында қалды, тек олжа айтарлықтай өзгерді. Бірақ бұл заттарды өмірлік маңызы бар деп айту қиын. Егер біз жарнамадағыдай жаңа теледидар алмасақ, біздің өмірімізге қауіп төнуі мүмкін емес. Бірақ қорқыныш бәрібір қалады. Ал бұл бізді қабылдамау қорқынышы. Бұған режиссер Феликс Соболев 1971 жылғы «Мен және басқалар» ғылыми фильмінде командасымен тамаша үлгі көрсетті. Фильмде бір қатар әлеуметтік психологиялық тәжірибелер туралы баяндалды. Мұнда ботқамен тәжірибе жасалған. Барлығынан бірдей кезек-кезек тәтті ботқа береді. Ал соңғы қызға өте тұзды ботқа беріледі. Содан кейін оған ботқа ұнады ма деп сұрайды. Оның жүзінен ботқаның ұнамағандығы көрінеді. Әрине, мұндай ботқа кімге ұнаушы еді? Ол сұраққа жауап ретінде ботқаның ұнағандығын айтады. Бірақ бұл тамаша ботқаны жеуді жалғастырудан бас тартады. Мәселе мынада, ол ботқаның өзін сынап көргенге дейін ботқаға қанағаттанған басқа балалардың әсерін көрді. Айналадағылардың қабылдауына деген құштарлық біз үшін әсіресе мектеп жасында адамның өмірінің алғаш кезеңдерінде маңызды рөл атқарады. Мектепте біреу пысық, біреу жуас, біреу ұстаздардың ерекше көңіліне ие болады, ал біреулер тіпті мектепке кіре алмайды. Эволюциялық тұрғыдан қабылдамау қорқынышын
өмір сүру және әлеуметтік бейімделу механизмі ретінде қарастыруға болады. Эволюция барысында адам әлеуметтік тіршілік иесі ретінде әлеуметтік топтарға қосылу, оның аман қалу мүмкіндігін арттыратынын түсінді. Мектепте аутсайдер болу өте қорқынышты. Кем дегенде ботаниктармен араласпай, сигмалармен араласу жақсырақ перспектива. Сіз туғаннан бастап ерекше бола аласыз. Егер урбахуит ауруынан зардап шеккен болсаңыз, онда адамдар шын мәнінде ештеңеден қорқпайды. Тіпті қауіпті жағдайларды сезіне алмайды. Бұл ауру миға әсер етеді. Адамдар қауіпті жағдайларды сезіне ғана алмау емес, сондай-ақ оны тани алмайды. Бірақ бұл біздің оқиғамыз емес, өйткені мұндай жағдайлар тіптен аз. Ол ауру ашылғаннан бері әлемде 300-ден аз адам тіркелді. Ежелгі заманда қабылданбау қауіпсіздікті, ресурстарды және қолдауды жоғалтуды білдірді. Соның салдарынан қоршаған ортаның қауіптеріне осалдық артып, арам өлу қаупі туындады. Қабылданбай қалу қорқынышы топта өз позициясын сақтап қалу үшін әлеуметтік нормалар мен үміттерге сәйкес келуге ұмтылуды тудырды. Қабылдауға деген құштарлық балаларды әлеуметтік үміттерге бейімделуге итермелейді. Бұл өз кезегінде олардың мінез құлқына, қалауына және тіпті тұтынушылық шешімдеріне әсер етеді. Сонымен, егер бұл мәңгілік жарыс кемесін біздің түйсігіміз басқарып отырған болса, бұл кемеде саяхатымызды жалғастыру қаншалықты дұрыс идея? Қабаған ит үрген кезде біз қашқымыз келеді. Өйткені өзін өз сақтау түйсігі бізге айқайлайды. Қазіргі әлемде дофамин бізді ойластырылмаған шығындарға итермелейді. Біз кейде өзімізге керек зат емес, әлеуметтік желідегі біздің бейнемізді қоршаған ортаға сай қылатын дүние сатып аламыз. Әрине бұл дофаминді жарыс бізді әп-сәтте қанағаттандырады, бірақ әмиянымызды бос қалдырып, жаңа алған затымыздың қуанышын өзімен бірге шкафқа тастап кетеді. Сонымен, біздің түйсігіміз кейде біздің шешімімізге араласатынын түсіндік. Бұл түйсігіміз шынымен де баяғыда бізге өмір сүруге көмектесті, алайда өмір өзгерді, ал олар қалды. Сол үшін кейде олар бәрімізді жақсылап шатастырады. Барлығы оңай. Қымбат зат сатып алмас бұрын өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен бұл затты өзім үшін, әлде біреуді таңғалдыру үшін алып жатырмын ба? Және бұл зат маған келешекте ұзақ мерзімде не береді?